Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге өте оңай, дәмді болып шығатын шоколадты пончиктер жасайтын боламыз. Реттерді жасап көруге кеңес беремін. Видеомды соңына дейін көріп, лайк басып барнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Қамырын жасаймыз. Жылы сүттің үстіне дәміне қарай тұз, құмшекер және дрожж қосып араластырамыз. Үстіне бір жұмыртқа жарып, тағы да жақсылап араластырамыз. Енді ұнды бірнеше бөлікке бөліп қосып отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамыр осылай қолға кішкене жабысып тұрады. Енді үстіне пісте май құйып, жақсылап тағы илейміз. Енді қамырдың бетін жауып, жылы жерге көтерілгенше қойып қоямыз. Қамырымыз осылай көтеріліп шықты. Енді ұн сеуіп, жақсылап шұға етіп жайып шығамыз. Қамырды домалақ етіп, осындай формамен немесе бокалдармен кесіп шықсаңыздар болады. Және кесіп қойған қамырларымызды 10-15 минутқа көтерілгенше қойып қоямыз. Енді кішкене көтерілген соң осылай насатқымен ортасын тесіп шығамыз. Пончиктерді қызып тұрған майда осылай екі жағынан пісіріп аламыз. Піскен пончиктерді осылай шоколадқа батырып, үстіне жаңғақтар сеуіп, өздеріңіз қалауларыңыз бойынша сәндесеңіздер болады. Осымен шоколадты пончиктеріміз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Реттерді жасап көруге кеңес беремін. Видеомды болса лайк басып барнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Нұрсұлу. Видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.